Ne zamanda da kol ustalık ulu jerini algan jamoat жашауда. Аны ustalığına köre bolgandı, hayırlığı da жашауда болдырған жетішімі de. Sonra jamoatını tергеуі de аңа köre болған. Ол себептен бүгінлікте bizde kol ustalıkka қаллай ес бұрылады. Қаллай оңла, амалла бардыла, қаллай мадарла етіледілі. Kol ustalığına ayınulu eter çünkü. O sorulağa es bұрғанымызda bugün Qabartım Alqar Respublikanı bilim berүүnü sıylı işçisi Tekulanı Ninağa kelgenbiz. Anı bula uşaq bardırıqbız. Bulayda Nalçik şaharını kollejinde жаш төлüge sabilege қаллай мадарла болғанларын үстінен айтырға. Нина бұлайда 2 кесек саби білім алады, ұсталық. Sonra ол білім алған үйренген сабилеге бұлайда колледжде қаллай білім бересіз, sonra қаллай ұсталықлаға үйретесіз. Biz tігерге үйретеміз, biçöterge үйретеміз, çaç qırqırға үйретеміз. Бұл бірінші жыл біз 15 саби ювелир деген специальностьқа алғанбыз. Шөті бір кесек қиынырақ болғанды. Алғын заманда предприятиялар бар елі де біз алаға сабиле хазырлайық, алаға иік, хазыр жерліге хау. Сабиле оқуын бошағаннан sonra келіп хазыр жерліге олтырып ішлеген етейлі. Шөнді бір кесек башқа түрілік болғанды. Бізде оғай біту қыралда да алай болғанды. Алай болғалыққа біз білім бергеннен sonra сабилені мыңнан кеткеннен sonra кеслерін жерлерін табарча үйреткен еді біз. Қалай десегіз, 3-4 курслада biz Allah'a Allah bilim beremiz, keslerini işlerini açarça, kelgin adamlardan zakazla alırça. Ondan sonra biz aylanıp kesibiz, предприятиялар табабыз. Ма бүгінлікте бек три işlegen, бек қаты işlegen, предприятие авангард дегенче алай предприятия барды. 200 саби бүгінлікте алада işlegen етеді. Аланы içinde 25 сабини biz егеміз 3 иық болады, ала тыңылы işlеп, кеслерін бегеманыге көгіштелі сабилі, уллабла бірге мардаларын толтыралы, аланы басшылары бек разы боладыла. 5-ші жыл болады, ала біздімле ішлегелі. Аны ба біз келешімле құраштырабыз. Анан сұра ательелі бардыла. Аланы таматалары да har жыл сайын келелі. Оқуну ақырында государственный экзамен дейік. Келеділі, қарайдыла, қайсы сабилі оқуйдыла, қайсы сабилі игеті келділі, аланы ішке чақырадыла. Бітеуда колледжде оқуғанла, сөз жүңе ала 9-чу, аннан sonra da 11-ci кластан sonra келіп оқуй болла программаларына көре алайықта? Хау, программаларына көре 9-чу кластан sonra da алабыз, 11-ci кластан sonra da оқуға алабыз сабилені. 9-чу кластан sonra ала 4 жыл оқуйлы, 11-ci кластан sonra 3 жыл оқуйдыла. Сайлаған специальностьларына көре. Ненче студент барды бұлайда оқуғанла? Бүгінлікте бізде 500 саби оқуйды. Заочный отделениямызда жоқты, вечерний отделениямызда жоқты. Бичерге, тігерге, чач қырқырға, күндіз оқытмасаң, үстінде тұрмасаң, алаға үйретірге алай жырарық түйілді. Енді соқталаға сіз білім беріп үйретесіз студентлігі да. Алабаям боллай колледжлен арасында бұл ұсталықлары бұла байланлы, ершулемі, фестивалямы, аллай затта бола бұл конкурс. Бар ма да аллай зат?
болмая боладылы. Üçüncü жыл біздің республикабызда халықла аралы ерішуле барадылы. Ол ерішуледе университеттің сәбилері республикада 9 колледж барды, аланын сәбилері, мед колледж, пед колледж, аланын сәбилері ерішуге қатышалы. Üçüncü жыл біздің сәбилері біз 3 алтын har жыл сайын 3 алтын медаль алғалы. Бірінші жерлі біздікілері, екінші жерлі біздікілері, анылы бек қуандырға да сүйеме. Анан sonra ол ерішуде хорлаған сәбиле WorldSkills Russia деген ерішуле барадылы. Шунду алаға бек ұлы ес бұрадылы. Бек ұлы, ма бүгін біздің сәбиебіз Казанда уже финалға шыққанды, чач қырқула ерішуге кетіп тұрады. Бito Россияның ішінде ол да бір медаль келтірді, бек ішанып тұрабыз. Фатима, бұл сағатта сен мастерскойыңа келгенбіз. Кімні үйретесіз, не затқа үйретесіз? Біз шөнді конструкторланы, технологланы үйретеміз, тегерге, пішерге үйретеміз. Шөнді бек көп сәби келеді. Аланы ішлерінде таулы қызла бек аздыла. Жарсуға. Бек жарсулы ішті ол. Қайдалла бізіне таулы қызла. Бек жүрегім қиналып айтама, алын заманда таулы қызла көп болу чейлі. Ол сыйлылыққа да саналғанда. Бек сыйлық. Башқа үйге шыққанда да, үй тұтқанда да. Har заманда да таулы қызла қол ішпіле бек игеге саналып тұрғанла. Соқталан арасында игілі да болырла, енчілі. Болмая, ішпіле байламлы біз көп конкурсларға қатышабыз, сәбиле біле бірге. Ол сәбилен ішінде бек ұста сәбиле бардыла. Бірінші айтқанда Петренко Алим деп бек тапшашчық барды. Ол WorldSkills'те бірінші жерін алғанды. Шөнді коллекцияте тұрады, дипломный работасыны 9 модели барды, бұлайда. Аңа көрі бұл артекі жылда мені сәбилерім бірінші жерін алалла ол конкурста. WorldSkills'те отборочный турға Москваға барып келгенлі. Кім тайсыл аллала? Ол Петренко Алим, Абазова Алина. Петренко Алима вообще лучший студент республики болғанды бұйыл. Енді ұсталығына көрі? Ұсталығына көрі хау. Аны бұла бірге Осетияда болғанбыз конкурста. Анда да бірінші жерін алғанбыз. Аннан sonra біз дағыда Түркте болғанды ма бұл коллекция. Конкурсны выиграть еткенбіз. Сұратланы екенбіз, ала отборочный турны өткенбіз. Аннан sonra ала бізні отборочный өткеннен sonra бізні Түркке чақырғанла. Мен Түркте болып, анда көгістіп, журнал шығарып, бізні коллекциандары қошып, бек қуанып келгенбіз. Жамчыдан етілгенім коллекция. В современном стиле жамчыны макеттеді ол. Аңа башлығы да бар еді. Бұл жайрықчық бұйыл конкурста бірінші жерін алғанды. Аны Абазова Алина тіккенді. Sonra siz Türk'e barğan esegіз, ala sizin jaratkan eseli. Bütünda endi bayam Fatima ala bu millet ençilik üçünge de es burgan bolur elli. Söçü camçı, çepken degençe olzatka es burgandıla da. Анда конкурс бар еді, Бүтті Евразияны конкурсы, Түрк миллетіні конкурсы еді. Анда болмаған Монголиядан башлап, Өзбекстан, Татарстан, Бүтті анда елі. Анда болдуғыз, жетішім болдырдығыз. Мыннан арсында байламлық жүртуек дегенше аллай ойын болған мыды? Болғанды. Не айтқандылы? Аланы бек сейреттерген кейзі еді. Аны бұла бергілі мастер-класста көгісткен ейік. Энтада 2 жылдан болықты да ол неме. Біз энтада чақырық, біз коллекция неме
құрай тұрыз деген. Долда жетшім. Хау. Çaç işlege колледжде қалай үйретеділі, қалай білім береділі? Ол сорулаға жауапны Иванова Агнеса айтады. Лично у меня ровно 5 групп, и в каждой группе ребенок может приобрести голову, манекен-голову, на которой ребенок отрабатывает стрижки, укладки, прически, все, что необходимо, все, что в салоне продается, дети здесь могут наработать, набить свои ручки. Они сначала отрабатывают укладки, все виды причесок. Потом дети начинают красить эти волосы. После этого мы по чуть-чуточку начинаем стричь и проходим все стрижки, которые дает нам программа. Для того, чтобы ребенок работал, мы приобретаем все профессиональные инструменты. Обязательно, чтобы это профессиональное было. Это фен рабочий, все термоинструменты, все укладочные средства у детей, все расчески, щетки, мисочки, кисточки. Все, что необходимо, они должны приобрести, подчеркиваю еще раз, чтобы это было профессиональное. Чтобы дети после окончания нашего колледжа могли пойти в салон и устроиться и работать на профессиональном уровне. Білім беріп үйреткенде колледжде тазалыққа, тізгінлікке, ауруланы жамауатқа, жұқтырмазға НЧС бұрылады. Здесь мы даем все азы, технику безопасности, как обращаться с термоинструментами, как работать с красителями всех видов, как вообще с клиентом работать, на каком уровне должны они общаться с клиентом, этика, эстетика. Дети, которые на базе 11 класса НПО, они проходят обучение 10 месяцев, а дети, которые на базе 9 класса СПО, они проходят обучение 2 года 10 месяцев. Бізде білім алып үйренген сәбилі бек тыңғылыладыла. Etken işlerinde аламат тамамлайдыла, дейді Агнеса. Есть очень интересные девочки, которые умеют рисовать хорошо, у них хорошо получается. И прическу, я, например, даю какую-то прическу, работу, да, они должны работать по технологии. Но она начинает так делать эту прическу по-своему. Уникальные работы бывают у нас. Я учусь здесь 4-й год, это последний год, это наши дипломные работы. Непосредственно твоя, которая дипломная работа. Вот. Вот это. Мы шили на первом курсе юбки, брюки, платья шили, еще костюмы, ну, пиджак и юбка. А сейчас какую работу выполняете? Сейчас проходим практику на предприятии. Это пальто прямого силуэта. На полочках имеются выточки нагрудные, а на спинке имеется прямой шов, переходящий в шлицу. Оно на подкладе. Вот. Biz bu saatte колледжні емді сыйлы, емді бағалы классына керекпіз. Не біле бағалыды, не еншілігі барданы. Мында милlet быстырлаты кел. Ол біздің барымызға да сыйлыды да, келгіз бір қарайық. Мен бұл колледжде бичу эм тигүү жаны була үйрөтөм сәбилени. Кертісін айтқанда бізге келген сәбиле келген алай теле үйренерге сүйемеді. Керті көрлер біле үйренерге сүйіп алай келеді. Сора бір кесек ішлегеннен сора бір аңлайды тігерге жарағанын да, ұсталығын да, қолда ұшағанын. Сора қалады көлі біле күрешеді, ма бұлайда күрешкен сәбилені эслейсегіз. Күрешеділі, не эм арюзатланы құрайдыла, қоллар бұла. Бір біле сурат ішлеген жанына көтшелі, не да кесі бізні арабызда, колледж біздің ішінде кесілері жүреге қалай фахмуға тартыйсе, о жанына көтшкен, оң біз барда аңғыла күрешеділі. Сора бізні колледждің ішінде қоллары бек ұста болған сәбиле,
Бұлай ару ішлені етіп жұмышларын тындырғаннан sonra конкурста ма, башқа жерге ме, бұл жиырық, бұл аламат жиырық Турцияға барып келген дескі шәһәрде. Анда көргізгенді. Хау, анда көргізгенділі демонстрацияда болғанды, бек әру, бек омақ жиырық деп дипломда алып алай қайтқандылар. Аны қайсы соқтағыз тіккенді? Бұл жиырық Чабдарова Фатимат Хаждаутовнаны сәбилері аны ұсталығы бұла, ала етіп бұшағыла бұл ару жиырықны кертті. Кертті ару жиырық бүтті бұл қол бұла етілген бұстырды. Бұл ойула, бұл нақышла, бұл башында алтын қалдан етілген үлгіле дейім. Ала барыста сәбилен қоллар бұла етілгенділі. Сүймесі сәби ала бұла күрешмездігін аңлай болыс. Бұл чепкен, черкеске дейіпсің, көрмішілік кетілгенді. World Skills движение молодежное деп шөнді алай бір движение бар. Аңа деп сәбиле тіккенділі, біздің сәбилер біз. Ма бұл жиырықла күрешкен сәбиле, мұны қиыны ол қол үшті. Не бек күрешсең да, ол тұрып ана алай бош ет алық түйілсе, қолың білмесе. Сәбилеге ол керті де көл салып, бұлай бір башқа түрлі бұстырча көрініп, аннан еткенде бұстырны. Еткен бұлтырда бір көргенбіз, әслейсегіз башқа түрлі бұстырларымызда барды. Мұнуа бұйыл февраль айда әнті да бір кере бір болған етті, ол ерішу. Аңа деп сәбилема жарғаламында, бұл да аланы қол үшлерді. Малы оқыту, үйрету жаны бұла үлгілеледі, ол қабырғадағыла. Хау бітті бұстырны да адамны үстіне кейдірічі бірінші үлгітерге керекті. Бітті сіз көрген затыламында алабарсты сәбилен қолар білген. Ол үлгіледі сәбилен қолар білетілген затылалар. Ол үлгіні етіп бошағаннан sonra құмачын үстіне салып, құмаштан бичілген етеді. Sonra ол үлгіні терс етсе сәби, аны қалғаны түзбарық түйді. Біріншіден да түзлікке де, түзет ішлегенге де, арю ішлегенге де үйретмесең, ақыр жұмышы арю болмайды. Ақыр жұмышы мағылайда көрініпті да? Хау. Я здесь преподаю спецдисциплины в колледже легкой промышленности. В этом году у нас был первый выпуск. Дети обучались 3 месяца вышивке. Какие-то их работы тоже здесь представлены. Здесь у нас представлены работы по коже и замше. Традиционно золотное шитье делают на сукне или на бархате. Вышивать на бархате, конечно, легче, потому что если там будет какая-то ошибка, можно эту ниточку вытащить, там ворс и ничего не видно. На коже нужно вышивать ювелирно точно. То есть, если там будет какая-то ошибка, потом, когда... Да, конечно, это сразу будет заметно. Поэтому мы стараемся сами преподавать хорошо, и дети стараются очень аккуратненько выполнять, чтобы с первого раза все у них получалось. А какую сейчас они работу выполняют? Сейчас у них рисунок, у нас просто идет стадия эскиза, потом мы все это переносим на ткань непосредственно, и потом мы уже начинаем вышивать. У нас есть специальные пяльцы, на которых мы вышиваем отдельно, и потом это все пришивается. Если это одежда, пришивается к одежде, если это какие-нибудь такие аксессуары или настенные панно, то пришивается непосредственно тоже к ним. Biz bu sağatda Gumalani Aminat başçılıq etken klasqa kelgenbiz. Mında sabili suratda işlep, biçken de etip, tikken darajaga jetip, anı harnesinde hazır etip alay boşaydılar. Qalay baradı iş, qalay başlanadı iş. Qalay kıyın salınadı. Bu saatte anı sünden aytırıqdı Aminat. Bu saatte Сәбиле бек білімді алалы. Мабла 11 классынан sonra келгенде маңа оқырға 3 жыл оқыйдыла. Біздің ұсталығыбыз конструктор модельерді. Бұла бичерге де, тигерге де үйреніліп. Бірінші курста бичіп башлайла, тигіп башлайла. Анан екінші жыл, жыл жарымнан sonra бізде экзамен болады Сәбиледе. Тикелеріне, бичкелеріне қарайла да, sonra аны администрация келіп қарай, директорны басшылығы бұла.
И сора айтқан етілі, қайсы сәби таптыкен, қайсы сәби тапсыздыкен деп аны айтқан етілі. Не затқа үйретірге, не зат етерге біз аны арттан кесі біз олтырабыз да дағда жаңыдан етебіз. Har жыл жарынан sonra бізде экзамен болады. А бұлауа уже дипломниклелі, бұла уже бошаған етелі бұл 3 жылдан. 3 жылны оқығанлы. И вот ма бұл көйчкелері, кеслері тікен, кеслері конструктировать еткелері, мыстырлалар үстіндегілері. Соқталарыңыз бұла разымысыз аланы білімлеріне? Енді қар сәби бір чат үйді, аны айтқанда. И sonra мені бір сәбилерім, инвалид сәбилерім Обилимпикс деп конкурс болған еді. Анда республиканский конкурста бірінші жер алып келген еді. Андан Москваға барған еді, Хажметова Мадина деп. Арда қатышқанды. Дағда бір қызым, Дышека Валерьяна деп, ол да анда республиканскийде екінші жер алғанды. Аңа көре дағда бір қызым Обилимпикста участвовать еткенді, ол да екінші жер алғанды. Мұнда республиканскийде. Бек Фахмул сәбилелі. Ма бұл пальтоланы көресіз, бұланда бір группам еткен мені, алада Бек Фахмул сәбилелі, ала национальный жиырқлада тергілі. Сөзсіз да ұстазла білім беру үшінге, ұсталықлаға үйретір үшінге. Алан кеселерінде білімлері де бейік даражада болуға керекті. Кеселерді ұсталы болуға керекті. Ол себептен ненче адылы ұстазларығыз, ол білім берген ұстазларығыз. Sonra аланы білімлері, ұсталықлар қалай даражадады? Түс алған соруны. Сәбилені еге оқытырча, ұстаз кесі оқырға керекті. Har жыл сайын ара шақырған Москваға иебіз, Казанға иебіз. Ма бүгінлікте Айсова Ларисаны, ол мастерді. Ол да Казанда да семинарға кетіпті оқырға үйренерге. Har преподаватель, har мастер сертификат алырча бек күрешебіз. Аланың білімлері олы болмаса, ала сәбилені еге үйреталық түрлі. Аны себеплі біз бек қаты күрешебіз, біздің преподавательдеріміз, мастерлеріміз өсерче, білім алырча, сәбилені үйретірче. Har жыл сайын келелі да, сізге соқтала сөз үшін жаңыдан келелі. Аланы саны ненче болады? Ненче келеді? Har жыл сайын 200 сәби біз алабыз. Sonra енді білім алып шыққанлауы ненче болалыла жыл сайын? 100 жарым. Білім бергеннен sonra, ұсталықлаға үйреткеннен sonra да сәбилені бұлайда сөз үшінге маданият бұла болсын, спорт бұла болсын, бір байламлықларда болуға керекті да. Башқа түрлі болалық түйілді. Бүгінлікте біз сәбилеге құру білім оғай, аланы har жанынан да açarға керекпіз. Har ішке қошарға керекпіз. Бүгілікте бізде 220-10 сәби волонтерла бардыла. Тепсеучу кружокла ішлейділі. Спорт жаны бұла секцияларыбыз, кружокларыбыз барлы, еге жетішімлеріміз де бардыла. Біздің волонтерларыбыз республикада ем егеліге саналадыла. У нас очень много по воспитательной работе систем. Колледжде білім беру, үйрету іш бейік даражада етілгенін енчілеп Ирина Сакурова мында бардырылған проектлені қошақ білім берген мадарланы үслерінен да айтқанды. Именно занимаются социальным волонтерским движением, эко-волонтерское движение есть, поэтому там очень много разновидностей. Мы одни из немногих, которые из образовательных учреждений, ЭСПО именно, которые держат в штатном расписании педагога дополнительного образования именно по национальным танцам. Коллектив называется «Наследие», насчитывает более 60 девочек. Это абсолютно бесплатные занятия. Руководитель Лакунов Анатолий. В прошлом году, в 2018 году, были призерами студенческой весны, обладатели первого места фестиваля национальных культур. В этом году точно так же мы участвовали, вот месяц назад, в Государственном концертном зале, тоже на фестивале большом, где мы представляли Россию, хоть это национальный коллектив, мы очень много микса сделали русских танцев с национальными танцами и очень высоко оценили вообще и уровень, и коллектив этот, которым он руководит. Что касается спорта,
Мы участники всех республиканских мероприятий. У нас недавно проходил слет. Мы участвовали в форуме спортивном. Он тоже, это форум, который инициирован был Управлением физической культуры и спорта города Нальчика. И на этом форуме мы выступали и на беговые дистанции, и по метанию гранат. И у нас постоянно проходят здесь соревнования по теннису настольному, так как у нас такого спортивного зала большого нет. У нас есть тренажерный зал, и в тренажерном зале наши дети занимаются спортом, а преподаватели физвоспитания, их 3 человека, они всегда устраивают соревнования между учебными группами с 1 по 4 курс. Преподаватели у нас Айсов Хасан Леонидович, Тилова Татьяна Магомедовна и Николайшвили Татьяна Васильевна. Колледжде оқуғанла спортта, маданиятта да кеслерін сейірлеріне көре үйренірге, көп түрлі ершуліге да қатышырға мадарлар болғанларында черткенді Ирина Сакурова ала бейік жетшімле болдырғанларында енчілегенді. В государственном концертном зале вот этот кубок завоевали наши дети. Но это то, что я говорила, ансамбль наследия, это все его труды, дипломы, 2-е, 3-е места. Там есть еще лауреатство. Свою любовь к Айсыну Кулиева я, наверное, переложила на всех детей, на 500 человек. Поэтому мы все с удовольствием участвуем. Поэтому к его юбилею мы, к Айсына Шуваевича Кулиева, среди обучающихся СПО, в общем, нам дали вот такую почетную грамоту, там был приз. Это фонд содействия развития Карачаево-Балкарской молодежи. Вот. Эльбрусоид, это вот его почетная грамота. Это фестиваль, то, что я говорила, в семье единой майский, за подписью главы города. Это вот тоже 2-й степени хореография, народный танец, наследие. Это уже театр моды получал неоэпос за коллекцию. А это благодарность тоже. 19 год волонтерскому клубу за помощь в развитии волонтерства. Эту благодарность нам давал город, Министерство просвещения. Тамблағы күнні. Аннан арысында жашауда қалай болуқты. Оңларымыздың да қалай игілендірге керекті деген Аллай бір сағыш болмай қалмайды да. Айнулы етерге себеплік етерче қалай ішле керектілі, жұмышла керектілі, не зат керекті сізге бұлайда? Мен аны сүлі көп сағыш еткенме. Ішке келе тұрып, ішіні қалай егетерге, не біле егетерге, сәбіліге не біле болушырға, ішчіліге не біле болушырға, қалай етерге, ол мені бек қайғы еттіреді. Біз ананы гейшлерче, бізде бек күшлі ішчілеріміз барлы, оқырға сүген сәбілеріміз барлы, аланы etken umutlarım ege толтыруча, анын şu бізге микамла жетмейлі. Біздің спортивный залыбыз жоқты, актовый залыбыз жоқты, кабинетлерimiz жетмейлі. Аны себеплі біз екісменге ішлейбіз. Бұл біз 200 сәбей алғанбыз. 120 чақлы сәбей оқуға кіре алмай қалғалы, отыртуға жеребіз жоқты. Ол башында айтылған затлар толсала елі, көбірек сәбейлі де алырек, оқытқан етерек, білім беререк. Көпті ішігіз нена, қиынды ішігізді. Болса да жетшімлеріңіз де барды, мұнан арыда көп болсынла жетшімлеріңіз.